бір кісі қанша мал табады, жұмыс жасайды, бірақ үйінде береке болмайды. Береке болмайды, жағдайы болмайды. Сөйтіп белгілі бір себеппен ажырасып кетеді. Кейін қайтадан басқа бір әйелге үйленеді. Тап сол жұмыс, тап сол жағдай, бірақ жағдай жақсара бастайды. Жағдай жақсара бастайды. Әйел келген кезде әйелдің отбасының берекесі екендігі өте анық нәрсе, негізі көзі байқамайды. Әйелің бір аптаға кетіп қалсыншы, берекең қашып кетеді негізі. Үйіңде тамағың бар, бірақ берекең болмайды үйде. Неге? Өйткені кейбір әйелдер сөйтеді. Бірінші әйел не істеген әлгі кісінің? Күнде кафеге барып тамақ жейік, кафеден тамақ жейік, анда барайық, қыдырайық, сосын тамақ артып қалса лақтыра салады. Екінші рет үйленген кезде әйелі үйде тамақ істейді. Үйінде тамақ артылып қалмайды, ысырап жоқ. Білесіз ба? Жаңа айттық қой, ысырап та берекені кетіреді. Бірақ отбасында берекенің де кілті әйелде. Оның әңгімесі көп, оны тағы да кейін ұзатып кетеді, айта жатармыз.